Сәлем достар, бетіңіздің жылтырап, мінсіз болып және қарадақтардан арылғыңыз келсе, осы әдісті қолданыңыз. Бүгін сіздерге лавр жапырағын бетке қалай қолдану керек екенін айтамын. Маңызды ақпарат жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз және қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Лавр жапырағының тұнбасы тері тесіктерін тарылтып, теріні тегістейтін қасиетке ие. Лавр жапырағының емдік қасиетін ертеден-ақ адамдар білген. Ертеректе лавр жапырағын ағзадан уды шығару үшін қолданған екен. Сонымен бірге ірі және ұсақ паразиттерді жою, яғни дезинфекциялау мақсатында да пайдаланылған. Ал бүгінде оны тағамға дәмдеуіш ретінде қосады. Сондай-ақ теріні жақсарту үшін лосьон және маскалар жасауға қолдануға болады. Лавр жапырағының тұнбасы тері тесіктерін тарылтып, теріні тегістейтін қасиетке ие. Қара нүктелерді, қызыл бөртпелерді де кетіре алады. Оны үй жағдайында дайындау оңай. Ол үшін 1 стакан қайнаған ыстық суға 100 грамм лавр жапырағын салып, баяу отта 5-6 минут қайнатыңыз. Отты сөндіріп, тұндырып қойыңыз. Тұнба сәл суыған соң мақтаны алып, онымен бет терісін сүрту керек. Тұнбаны сіңіре жаққан дұрыс. Тұнбаны тоңазытқышқа сақтап, қолдана беруге болады. Мына әдіс терінің күйін жақсартады. Кішкентай шыны ыдысқа лавр жапырағын салып толтырыңыз. Қайнаған су құйып, қақпағын жауып қойыңыз. Ыдысты жылы орап 4-5 сағатқа тұндырыңыз. Лавр жапырақтарын сүзіп алып, тұнбаға 3-4 тамшы эфир майын тамызыңыз. Розмарин немесе шай ағашы эфир майы тұнбасымен де бет терісін күніне 2 рет сүртіп отыру қажет. Ал майлы тері үшін лосьон дайындау да қиын емес. 3-5 дана лавр жапырағын келіге құйып ұнтақтаңыз. Қайнаған 1 стакан ыстық суға салыңыз. 2 сағат тұндырып қойыңыз. Тұнбаға 2 ас қасық лимон шырын мен 1 ас қасық дәріханалық спирт қосып араластырыңыз. Осы тұнбамен күніне 2 рет бет терісін сүртіп тазалап отырыңыз. Лавр жапырағының тұнбасымен теріні булау да кәдімгідей жасартады. 1 литр суды отқа қойып, 4 дана лавр жапырағын салыңыз. Қайнаған соң отты өшіріп, басты бүркеп теріні булаңыз. 10 минут булау жеткілікті болады. Арада жарты сағат өткізіп, спирт қосылған жоғарыда дайындау жолы айтылған лосьонмен сүртіңіз. Бұл тазалау тәсілін апта сайын жасап отыратын болсаңыз, 1 айдан соң терідегі қара нүктелер, безеу мен басқа да қызыл бөртпелер, қабыну мен ісік жоғалатын болады. Тері жасарып, ұсақ әжімдер іздері тегістеледі. Лавр жапырағының тұнбасы тершеңдіктен де құтылуға болады. Ол үшін 20 дана лавр жапырағын 1 литр суға салып, баяу отта 10-15 минут қайнатыңыз. Сәл суытыңыз және жылы суға аяқты 15 минут салып отыру керек. 1-2 аптадай осы әдісті үзбей қолдансаңыз, тершеңдікті де жоғалтасыз. Сонымен бірге 3 дана лавр жапырағын 200 мл қайнаған суда 1 сағат тұндырып, күніне 3 мезгіл 80-90 мл ішіңіз. Бұл да тершеңдікті емдейді. Лавр жапырағы тұнбасын жүкті әйелдерге ішуге болмайды, себебі түсік тастау қаупін жоғарылатады. Бұл лавр жапырағының кереметі арықтауға да септігін тигізеді. 5 дана лавр жапырағын 1 литр қайнаған суға салып, баяу отқа қойыңыз. 2 ас қасық даршын, яғни корица ұнтағын қосыңыз. Тамақтанудан жарты сағат бұрын 100 мл-ден ішіңіз. Күніне 3-4 түрі қабылдасаңыз, жақсы нәтижеге жетесіз. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.